Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, сабағымыздың тақырыбын ашып алу үшін мына бір бейнероликке назар аударайық. Жүйрік тазы жеті қазынаға жатады. Ит ежелден қазақтың тамағын асырауға да қолғабыс қылып, аң алуға бірге шығып адамның ажырамас серігі болған. Қазірдің өзінде де иттер үйімізді күзетіп, достық ниетін таймай келеді. Олар бізге адал, ал біз оларға дос бола алып жүрміз бе? Ал осы әлемде иттің 700 пародасы бар екен. Бір қызығы, иттер 250 сөзбен қимылды есінде сақтай алады. Тіпті 5-ке дейін санап қосу алу секілді қарапайым есепті шеше алады екен. Оның зеректілік деңгейі 2 жасар баламен бірдей болып табылады. Адамға қарағанда иттер дауысты 10 есе жақсы естиді, ал иісті 100 мың есе жақсы сезеді екен. Тіпті өткен өмірінде сезінген иістер де есінде қалады екен. Тағы бір қызығы, жаңбыр жауғанда иттердің тасалайтын жер іздеп жүргенін көреміз. Олар су болып қалудан қорықпайды. Жаңбырдың дауысы сезімді құлағына кері әсерін тигізуден сақтанады екен. Негізінде олар біздің эмоциямызды түсінетін бірден бір жануар. Оған көз жүгіртіп бір қарағанның өзінде қуанып тұрғаныңызды, мұңайғаныңызды, ашуланғаныңызды, ұялғаныңызды, уайымдағаныңызды бірден сезіп қояды екен. Міне иттердің осыны адал жануар екенін білеміз. Балалар, ойланайықшы, біздің бүгінгі тақырыбымыз неге байланысты болады екен? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз ит адамның досы. Ит адамның досы Бердібек Соқпақбаевтың көшер кезде әңгімесінен үзінді. Бүгінгі сабақта сенің білетінің шығарманың мазмұны, кейіпкерлердің әрекеті мен мінез құлқы. Сенің меңгеретінің баяндау тәсілін қолданып, шығарманы қысқаша толық мазмұндау. Шығармашылық жұмыстар жасауға дағдылану. Шығармадағы оқиғаға байланысты өз ойын жеткізіп айта білу. Балалар, жаңа біз бейнероликті көріп тамашаладық. Енді біз өзіміз ит туралы не біледі екенбіз? Кәне ойымызды жинақтайықшы. Жарайсыңдар балалар. Иттің балалар жағымды жақтары болады екен. Ол ит дос, көмекші, құтқарушы, иісшіл, ақылды, иесін жақсы көреді. 7 қазынаның бірі аңшылық кезінде адамға көмекші бола алады екен. Сонымен қатар балалар, біз иттерден сақтануымыз да керек екен. Ендеше қазір бәріміз отырып, сақтану ережелерін қарастырып көрейікші. Жарайсыңдар балалар, ендеше біз иттен сақтану ережелерін құрастырайық. Сақтану ережелері: ауру иттен сақ болу, ит ұстағаннан кейін қолды жуу. Көктемде және күзде иттер көбінесе құтыру ауруына тап болады. Қасына жоламау сол кезде. Ит қапқан жағдайда міндетті түрде дәрігерге көріну. Балалар, жаңа өздерің айтып өттіңдер, ит 7 қазынаның бірі дедіңдер. Ендеше білгенге маржан айдарында 7 қазына қазақтың дәстүрлі дүние танымындағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Бұл жердегі 7 қазына жігіттің қанаты, бұл ат, қуаты, қыран бүркіт, сұсы қанжар екен, серігі қақпан, әдіс айласы ау, қаһарлы оты өзінің қаруы, ал серігі әрине ол ит екен. Келесі кезекте қаламгер келбеті айдарында бүгінгі шығармамыздың авторымен таныс болайық. Бердібек Соқпақбаев қазақ балалар жазушысы. 1924 жылы дүниеге келген. Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында туған. 1991 жылы дүниеден өткен.
Оның 16 жасар чемпион, бақыт жолы, алыстағы ауылда, балалық шаққа саяхат атты повестері бар. Және де бұлақ өлеңдер жинағы кітабы бар. Менің атым Қожа кітабы балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылған. Келесі кезекте оқылым айдарында оқулық пен жұмыс 101-103 беттердегі көшер кезде әңгімесінен үзіндіні оқып, мәтінмен танысып алайық. Балалар шығарманы түсініп оқып болсақ, ойлан бөліс әдісі арқылы мәтінмен жұмыс жасайық. Мәтінде қандай ит сипатталады? Құт жол, майлаяқ, ақ төс. Жарайсыңдар балалар, енді өзіңді тексер. Майлы аяқ. Келесі тапсырмамыз балалар, майлаяқ неге балаша жылап қыңсылады? Бірінші, себебі майлаяқты шынжырлап қоятын. Екінші, себебі майлаяқты еркіндікке босатқан. Үшінші, себебі майлаяқ аздап ауырып қалған. Қане балалар, ойланып көрейік. Ал енді өзімізді тексерейік. Себебі майлаяқты шынжырлап қоятын. Келесі тапсырмамыз, неліктен ит иесі майлаяқты қойшыға қалдырмақшы? Осы жердегі себептерін анықтайық. Өзіңді тексер. Себебі итті ұстайтын жері болмады. Енді балалар, біз сызбамен жұмыс жасайық. Сызба бойынша шығарма мазмұнын сәйкестендір. Оқиға қалай басталды? Оқиға қалай дамыды? Оқиға қалай аяқталды? Мәтін бөліктерін астыда берілген жауаптарымен сәйкестендіреміз. Енді өзімізді тексеріп көрейік балалар. Оқиға қалай басталды? Иттің иелері ауылдан қалаға көшпек болуынан басталды. Оқиға әрі қарай қалай дамыды? Иттің иелері итке жаңа ие табады. Әбекең келеді. Ал оқиға қалай аяқталды? Ит иелерінің қалаға кетуі итті әбекеңе қалдыруымен аяқталады. Жарайсыңдар. Енді балалар, жаңа сөздер сандығы айдарында мәтіндегі таныс емес сөздерге түсініктеме берейік. Середей. Бұл жерде середей болып өскен күшіктің аяқтары туралы айтылған. Сорайған, ұзарған, өскен деген мағынаны білдіреді. Басына күн туған, яғни қиыншылыққа тап болған деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, сендерге бүгінгі оқу тапсырмасы болжау әдісі бойынша есте жазу. Яғни, қалай ойлайсыңдар, майлаяқтың тағдыры ары қарай қалай болар екен, ол қандай ит болып өсер екен? Өздерің жалғастырып жазып көріңдер. Балалар, орындаған жұмыстарың мына дескриптормен бағаланып, WhatsApp желісінде тексеріледі. Осымен әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.